Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамының бірі бауырсақтың құрамы жайлы айтатын боламыз. Мұнда бізде май, қант, дрожжи, жұмыртқа, тұз, су керек. Сосын сол бауырсақтың құрамын араластырып, осындай бауырсақтың ұнын шығарамыз. Сосын дайын болғанын көрсететін боламыз. Бауырсағымызды пісіріп жатырмыз. Міне бауырсағымыз дайын болды. Ұлттық тағамдардың бірі ақ ірімшік жасауды сіздерге бүгін көрсетеміз. Ақ тағам жалпы қазақ халқында өте жиі пайдаланады және де өзіміздің қарт ата-әжелеріміз өте жақсы көреді. Оның құрамында адамның ағзасына деген табиғи өнімдер өте көп. Ірімшікті жасау үшін бізге айран және де табиғи сүт керек. Сүтімізді ыдысқа құйып, оны біз пісіріп алуымыз керек. Ең біріншіден қатты қайнаған сүтке айранымызды құямыз. Сүтіміз қайнады, енді оған айранымызды құямыз да араластырамыз. Екеуміз жасаған ақ ірімшігіміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бауырсақ. Бауырсақты дайындау үшін ұн, ашытқы, тұз қажет болады. Ашыған қамырды майға қуырып аламыз. Сосын бауырсақ дайын болады. Қазақтың ұлттық тағамының бірі жемсік. Алдымен сүтті асыған сүтті бір қайнатып, қалтаға сүзіп алады. Толық сүзіп болғаннан кейін ірімшігіміз дайын болады.